Сәлем достар. Біз Шымкент қалалық жасөспірімдер кітапханасының ұжымының таныс бейне айдары аясында қала тұрғындарынан қазақтың белгілі қайраткер, ақын жазушыларының есімдері берілген көшелермен таныстыру мақсатында Шым қаламыздың басты көшелерінің бірі жазушы және журналист Қарауылбек Қазиев көшесіне жол тарттық. Яғни жастарымыз қала тұрғындары көше атаулары туралы қаншалықты мағлұмат беретінін байқап көреміз. Және біздің қолымызда жолаушыларымызға арналған жазушы туралы кішігірім мәлімет жазылған тәттілеріміз бар. Көшелер атауы қала тарихының айнасы. Әр көшенің атауында ерекше мәні бар. Үлкен тарих жатыр. Міне біз қазір қазақ прозасын 1960 жылдары келіп, құйрықты жұлдызай ағып, өткен тойлаулы тұлғалардың бірі Қарауылбек Қазиев көшесінің басында тұрмыз. Бар жоғы 45 жыл ғұмыр кешкен талантты жазушы оқырмандар үшін қаншама қомақты мұра тастап кетті. Ал ендеше қазақ прозасының қалың көшіне іліккен ілескен Қарауылбек Қазиев туралы сұрақтарды қала тұрғындарына қойып көрейік. Саламатсыздар ма жігіттер? Біз қазір қай көшенің бойында тұрмыз? Біз Қазиев көшесінде. Қазиев жайлы не айта аласыздар? Қай жылы туылды? Қазиев бізге қазақтың біртуар ақыны жазушысы болған. Оны барлық қазақ біледі, кітаптарда сол сияқты жазылған. Өте жақсы жазушы. Жарайсыздар. Оның шығармаларын оқыдыңдар ма сендер? Мектеп бізде Қазиевтің шығармалары жоқ, өкінішке орай, бірақ та міндетті түрде оқимыз. Жарайсыңдар жігіттер. Анамыздан кішігірім сыйлығымыз бар. Көбірек мәлімет біліп жүріңіздер. Сау болыңыздар. Саламатсыз ба? Сізге сұрақ қойып кетсем, біз қалалық жасөспірім кітапханасынан боламыз. Сіз қай көшенің бойында тұрасыз? Қазиева. Аты жөнін білесіз ба? Қазиевтің толық аты жөнін білесіз ба? Ол Қазиева. Қарауылбек Қазиев. Қай жылы туылған? Қандай шығармаларын білесің? Ақпантик. Ақпантик, жарайсың. Тағы да қандай мәліметтер білесің? Ол Егер мағлұматтар сізде аз болатын болса, біздің кітапхананың атына кішігірім межеде мағлұматтар жазылған ақын туралы. Осыны жақсылап оқып, біліміңді тереңдетеді. Сау бол. Саламатсыз ба? Сізге бір сұрақ қойып кетсем, біз қай көшенің бойында тұрмыз? Қарауылбек Қазиев. Дұрыс айттыңыз. Қарауылбек Қазиев туралы қандай мәліметтер білесіз? Нақты мәлімет білмесеңіз, міне біздің атымызда кішігірім мәлімет, осыны жақсылап оқып білсеңіз. Рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз ба? Сізге сұрақ қойып кетсем, осы көшенің аты? Көшесі. Жарайсыз, біледі екенсіз. Сіз оны кім болғанын білесіз ба негізі? Аға, мынау біздің кішігірім мәлімет, осыны оқып, Қарауылбек Қазиев туралы кішкене білсеңіз болады. Рахмет, сау болыңыз. Саламатсыздар ма? Біз қазір Қарауылбек Қазиев көшесінде тұрғанымызды білесіздер. Ол туралы кішігірім мәлімет айта аласыздар ма? Иә, Қарауылбек Қазиев, менің білуімше, ол кісі 1939 жылы Жамбыл облысында туылған азамат. Өзінің еңбек жолын Жамбыл облысы және осы оңтүстік Қазақстан облысы телерадио комитетінде бас редактор болып жұмыс істеген, яғни қызмет атқарған. Өзінің шығармаларының ішінен жаңағы Ақпантик, Іңкәр дүние, орыс тіліндегі Подснежки деген шығармаларын білемін. Ой, рахмет апай, әжептер мәлімет біледі кестер. Міне біздің кітапханамызда кішігірім сыйлығымыз бар. Тағы да мәлімет біліп жүріңіздер. Үлкен рахмет сізге уақытыңызды бөлгеніңіздер үшін. Сау болыңыздар. Ал достар, қала тұрғындарының қаламгер Қарауылбек Қазиев туралы қаншалықты білетін өздеріңіз көрдіңіздер.
жазушы туралы қысқаша мәлімет назарларыңызға ұсынамыз. Қарауылбек Қазиев 1939 жылы 1 мамырда Жамбыл облысы Шу аудандағы Қарабұлақ ауылында туған. Орта мектепті ауылда бітірген. 1963 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген соң, Жамбыл облысы радио комитетінде тілші. Одан Шымкент облысы телерадио хабарларын тарату жөніндегі комитетінде аға редактор. 1967 жылдан бас редактор. 1969 жылдан бастап өмірінің соңына дейін Оңтүстік Қазақстан облыстық радио комитетінің бас редакторы болып қызмет істеді. 1974 жылы Иман Жапырақ повесі Қазақстан жазушылар одағы бірлесіп ұйымдастырған Жалынның жабық конкурсында бірінші орын иеленді. Оның бірқатар әңгімелері мен повестері орыс тіліне аударылды. Қаламгер өз шығармаларында табиғат сұлулығын тамсана жырлаумен бірге кейіпкерлердің ішкі жан дүниесін, сезім буырқанысын сол табиғатпен астастыра суреттеудің шебері. Үркер, Кемпірқосақ, Ақшуақ, Іңкәр дүние орыс тілінде, Подснежники, Утренняя роса деген кітаптары бар. Қарауылбек Қазиев 1989 жылы қайтыс болды. Жазушының атында Шымкент қаласында көше бар.